Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханның сәніне айналатын керемет тіске басардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен рулетімізге блинный дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, шым-шым тұз, қайнаған су, өсімдік майы, сүт және ұн қажет болады. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астында толығырақ жазып қалдырамын. Видеодағыдай кезекте барлық ингредиенттерді қосамыз және де блинныйымыз түйіршіктелген болып қалмау үшін ең басында сүттің жартысын ғана қосамыз. Ұнды салғаннан кейін 1 келі масса болғанша барлық түйіршіктерді ұсатып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамыз 1 келі болған кезде сүттің қалған жартысын құйып, тағы да 1 келі етіп араластырып шығамыз. Блинныйға арналған табамызды орташа отта қыздырып аламыз және кішкене ғана өсімдік майын тамызамыз. Өсімдік майын бір рет ғана басында жағып шығамыз, одан кейін қайта-қайта жағудың қажеті жоқ. Массамызды кішкене ожаудың көмегімен ортасынан шетіне қарай айналдыра құйып шығамыз. Блинныйдің әрбір жағын шамамен 1 минуттай пісіріп отырамыз. Блинныйымыз тез алыну үшін лопатканың көмегімен жан-жағын бірінші көтеріп аламыз және де лопатканы блинныйдің тең ортасына қарай итеріп, тез аударып аламыз. Бұл рецепт бойынша өте жұқа және де нәзік 10 штук блинный шығады. Келесі кезекте рулеттің ортасына салатын балығымызды тазалап аламыз. Егер балығыңыз мұздатқышта тұратын болса, оны алдын ала шығарып аламыз. Себебі мұзы еріп, біздің блинныйымызды суландырып жіберуі мүмкін. Балықты артық заттардан толығымен жақсылап тазартып аламыз және де өзіңізге ұнайтын көлемде кішкене бөліктерге ұзыншақтау етіп турап аламыз. Маған рулеттің ортасындағы балықтың молынан болғаны ұнайды. Келесі кезекте блинныйдің ортасына сүзбелі ірімшікті 1 келі етіп жағып шығамыз. Рулетіміздің сыны бұзылып езіліп кетпеу үшін сүзбелі ірімшікті столға қоярдың алдында 30 минут бұрын ғана жағып, рулетті дайындауға кеңес беремін. Сүзбелі ірімшікті блинныйдің шетіне аса жеткізудің қажеті жоқ. Ірімшікті блинныйдің жартылай ғана бір шетіне жағуға болады, немесе мен сияқты толығымен айналдыра жағып шығуға болады. Келесі кезекте блинныйдің ортасына жақсылап жуып, кептірілген, артық заттардан тазартылған шпинат жасыл шөбін орналастырамыз. Үстінен балығымызды салып, рулет түрінде домалата бір шетінен бастап ораймыз. Келесі блинныйларды да дәл осылай кезекпен жақсылап ортасын толтыра отырып, орап шығамыз.
блинидің шетін кішкене ғана кесіп алып тастаймыз және де қиғаштау етіп әдемілеп турап шығамыз. Бұл рулеттерді тек жеке дара өзін ғана салуға болады, немесе басқа да тіске басарлармен араластырып, біріктіріп салуға болады. Рулеттерді өзіңіздің қалауыңызға қарай, фантазияңыздың ұшқырлығына қарай, әртүрлі жемістермен немесе жасыл шөптермен әрлеп әшекейлеуге болады. Осымен біздің ресторандағыдай өте әдемі, ерекше және дәмді тіске басарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, бағасын беріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет, астарыңыз дәмді болсын достар.